Мына қазақта сөзі мірдің оғындай деген сөз бар. Тіркес. Бұл енді сөзі өткір тауып айтатын, қауып айтатын, тілі ашы. Сондай адамның сөзіне қаратып айтады. Осындағы оқ деген белгілі, мір деген не нәрсе деп сұрап жатыр. Бұның нұсқаларын айтайын. Біреулер бұл әмірдің оғындай деген сөз әрпі түсіп қалған, мірдің оғындай қалған деп жүр. Бұл нұсқаға келіспейміз. Бұны біз араб тілінен кірген әмір сөз емес, қазақтың өзінің төл сөзі ретінде қарастырамыз, мір деген сөзді. Сондықтан туыстас. Түрік тілдеріне жататын хақас, алтай тілдерінде мергеле, мергеде деген лақтыру деген мағына береді. Тува, тофа тілдерінде мерге, мере деген сөз таяқ мағынасын береді. Демек, таяқ лақтыру, бұл әйтеуір қорғану, қару, жарақ есебінде болып тұр. Сондай-ақ түрік, моңғол тілдерімен туысатын тұңғыс манжур тіл тобындағы ибенк, нанай тілдерінде мер, морали деген сөздер садақ, садақтың оғы деген тура жаңағы жақын мағына беріп тұр. Осы контекстте қазақ тіліндегі мерген сөзі, мөр, мөхір сөзі таңба мағынасын беретін. Таңба түсіреді ғой нысанаға тиген кезде. Нысана мағынасын беретін. Мір деген сөз ескі тілде садақ мағынасын берген деген қорытындыға келеміз. Сондықтан мірдің оғындай деген, садақтың оғындай деген сөз. Ал ол бір теңеу болатындай жай ғана садақ емес, садақтың бір ерекше түрі болып тұр. Үлкен, алысқа жететін өткір оғы бар. Осыны біліп жүрсін деп бөлісіп отырмын. Таратыңыздар, жазылып кетіңіздер.